Варикоз тақырыбын толықтай ашқым келіп жатыр. Видео көбейіп кетіп жатырса, айып етпейсіздер. Варикоз тұқым қуалайды. Сіздің әкеңізде, шешеңізде болса да, сізде де болуы мүмкін. Бірақ та үнемі жаттығу жасау арқылы біз одан арыла аламыз. Осылай ДНК-ны алдауға болады. Бірақ та қатты секіретін жаттығуларды жасауға болмайды варикоз асқынып тұрған кезде. Және ауыр көтеретін жұмыстарда жасасаңыз, немесе үнемі отыратын, немесе үнемі түрегеліп тұратын жұмыстарды жасасаңыз, жарты сағат сайын жаттығу жасап тұру керек болады. Неге дегенде тамырлар кеңейіп, тромб болып қалуы мүмкін қозғалыссыз отырған кезде. Және бұны бұлшықет ауруы деп айтсақ та болады. Бұл жас адамдарда болмайды. Жасы ұлғайған сайын адамдардың қан тамырлары жұқарып, иілгіштігі азайып бастайды, сондықтан болады. Жаттығу жасаған кезде бұлшықеттер қатайып, қан тамырларда мықты бола түседі. Және жаттығу жасағанда үнемі қан айналымы жақсы болғаннан бұл аурудан, варикоз ауруынан арыла аламыз. Және әйел адамдар бала көтерген кезде салмағы көп болатын болса да болады. Және 4-5 сантиметрден биік каблук киюге болмайды. Және үнемі аяқты айқастырып отырғаннан да варикоз ауруы болып кетеді. Бұл кезде тамырлар тыртысып тұруы мүмкін.